сахнамын мен киелі даламда, туған жерім өскен қаламда. Самал желі маңдайымнан сипай. Қазақ сөз қадірін өз қадірін деп білген халық. Кеңдігін де, елдігін де, кемеңгерлігі мен көсемдігін де сөзге сыйғызған. Сөзден өткен күш, сөзден өткен құдірет жоқ. Сондай даналық сөз тудырған, суырып салма ақынымыз Жамбыл Жабаев туралы тоқталып өтсек. Жамбыл Жабаев ақын, жырау, жыршы. Жамбыл түстіктегі Жамбыл тауының бөктерінде, боранды ақпан айында осыдан 1,5 ғасыр бұрын дүниеге ақын келіп, кейін әлгі тауды да бүкіл қазақ халқын да әлемге жария етті. Бүгін оқушылар, сіздер осы Жамбыл Жабаев туралы мәлімет аласыздар. Жамбыл Жабаев туралы өздеріңіздің жаттаған жырларыңызды оқисыздар. Уа әлеумет құлақ сал, қария Жамбыл жырласын. Мен сөйлемей кім сөйлер, заманам менің сырласым. Дуадақ едім, шөлі жоқ, аққу едім, көлі жоқ, сыбызғы едім, үні жоқ, асыл едім, құны жоқ. Енді міне кім болдым, елі сүйген жыр болдым. Жамбыл Жабаев балаларға: балалар аман болсын сұрақтарым, майысып көлге біткен құрақтарым. Жүрмесем мен сендесіп тұра алмаймын, ішінен асып кетсе бір аттаным. Қонаққа келді міне Жамбыл атам, сан жылдар жүк көтерген бүкір жотам. Қарт бабаң дәуіріне мейірі қанған, қуанып жастығына сендей ботам. Білемін нөмірлерін тұрған жайнап, күндізін жастық үшін жарық сайлап. Ай жұлдыз, күннің көзі желменен су, бәрі де сендердікі әлемге айғап. Қыдыралы құлшаннан құлаш менен сырқайын, жерді болжап жалған жүргеніңді ұққанмын. Қыдыралы Есімбек, ерен талды сабаған, бір туған ұл десін деп бір кәдеге жараған. Мұңаның өнері тиын тебен санаған, құтылғалы кетіпсің солар жапқан жаладан. Енді ниет етіпсің кім кірмеген қаладан, сенде қазақ шығар үміт еткен баладан. Екі балың жетілсе құтыларсың табадан. Хатыңды ботам оқыдым, халіңді білдім сапардан, қуанып саған отырмын, гвардеец атанған, сұраншы саурық секілді, болыпсың балам қаһарман, қайтарма жаудан бетіңді, қаптаған қолың қасқырған. Жамбыл атаның мерейтойына түркмен күйін орындап беремін. Домбырасын серік қып, өткізді Жамбыл ғасырды. Өлеңді төгіп өрнектеп, асулардан асырды. Қара терге малынып, еңбегі кетіп далаға, тойса тойып тамағы, тоймағанда аш жүрді. Қалың халық көтерген, өмірдің ауыр зілтарын жылдан жылға тасыды. Саңғыратып даланы, әнді шырқап көлбедім. Өлеңмен ойып оюды, сөзді мініп желдедім. Сонда менің көргенім, құнарсыз дала қарлы ел, күңіренген зарланған, қанын сорған жыланнан ғасырлар арыла алмаған. Көз жіберсем алысқа, көпті көрдім дегенім, көп зарыққан ел екен. Ханды көрдім дегенім, халыққа қонған шер екен. Шексіз дала дегенім, ұлтарақтай жер екен. Ерлерді көрдім дегенім, ер емес екен, кем екен. Тауды көрдім дегенім, тау емес екен, дөң екен. Өзен көл көрдім дегенім, көз жасынан сел екен. Кемдіктің кесіп бұғауын, енді азаттың құсы боп, халқым кірді берекең. Жамбыл Жабаев зілді бұйрық. Верныдан жандаралдар бұйрық қылды, құйрығы бұйрығының тіпті зілді. 31-19-ды алат деген суық қабар халықты бұлқындырды. Жылады сорлы халық малын айтып, кеткен соң қолдан шығып келмес қайтып. Деді де еңіреді, егіледі, қайғының күні түні күйін тартып. Верныдан қадам баспай қаласына, кемпір сал жылап жатыр баласына. Ешбір ем табылмады десе де халықтың жүректегі жарасына. Жамбылға арнау. Қыстауға ел жағалай көшкен кезде, қар борап қара суық түскен кезде, жаңғыртып хан тауы мен Жамбыл тауын, өмірге сәби келді киіз үйде.
15-те домбыраны қолына алды, бала жамбыл сүйінбайдан бата алды, өнеріне ел жұрты тәнті болып, таңдайына қара өлең ұя салды. Естігенде жақсы жырды желде есті, ақын боп дара болып көзге түсті. Тарихты шежірені жырлап елге, өлеңді өркендетті өршіп түсті. Шындықты айтып ештерседен тартынбады, семсердей жауға тиген жарқылдады. Ақындармен айтыстарда басы озып, жұлдызы ақынымның жалтылдады. Тәуелсіз еліміз бүгін жеке дара, ақындар бар өзіңдей дара тұлға. Жырларыңыз халқымның жүрегінде, жасай берсін мәңгілікке абыз ата. Құрметті оқушылар, бүгінгі Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған өлең жырдың даңғылы бар қазақтың жамбылы атты әдеби кешімізді аяқтаймыз.